Ассаламу алейкум. Бүгінгі тақырып пранаяма. Пранаяма ол йоганың бір бөлігі, бір өте маңызды бөлігі. Және де пранаяма деген ол дем алу техникалары. Жалпы дем алу, дұрыс дем алу, оған көп көңіл беру өте маңызды. Денсаулық үшін, жалпы өміріміз үшін ол өте бір маңызды тақырып. Өзім туралы айтсам, жалпы пранаяманы мен ең бірінші йоганы бастағанда істеп көргенмін Алматыда. Және де оған көп мән береді. Арнайы бір пранаяма сабақтары деген болған, соған қатысып жүргем. Енді қазіргі кезде йога для начинающих енді бастапқы деңгейді берген соң, біз жалпы пранаяманың ең басты бөліктерін үйретемін. Осы бүгінгі видео бірінші болсын, осы тақырып. Арнайы тағы да видеоларды түсірем, көптеген техникалар туралы. Бірақ жалпы сіз бәріңіз білетін шығарсыз, ол диафрагмальное дыхание дейді да, оны естіген шығарсыз, дыхание животом дейді да, кейбіреу мысалы. Оны сіз бәріңіз білесіз, және де ең сондай көпке танымды вакуум да, ол да бір йоганың жаттығуы. Енді жалпы пранаяма деген не? Пранаяма ол бір жизненный сила деген, увеличение, контроль, развитие жизненной силы деген, жалпы бір өмірлік күшті кеңейтетін бір наука деп айтуға болады. Себебі ол өте терең. Шынымен айтсам, мен де өзім ойлағанмын, жалпы арнайы бір пранаяма инструкторлар болады. Мүмкін болашақта оны да соған көбірек мән бөлетін шығармын деп ойлаймын, себебі ол өте маңызды. Неге? Себебі біз жалпы көбінесе енді біз өте терең демалып жүрмейміз. Көбінесе біздің деміміз өте кішкентай, өте терең емес, және де оның денсаулыққа әсері өте үлкен. Себебі біз дұрыс демалмасақ, біздің миымызға, біздің денемізге, қан айналымына дұрыс энергия жүрмейді, дұрыс қан жүрмейді, және де ол көптеген бір блоктарды қояды да. То есть көбінесе ол денсаулық мәселелері, ол мүмкін ойлау қабілеті, концентрация жоқ болуы мүмкін, ішкі органдарға өте көп әсері бар. Сол үшін дұрыс демалу техникаларды істесеңіз, ол әрине ең бастысы, ол қан айналымына, энергия айналымына жақсы. Концентрация, да, то есть сіз ойыңызды нақты бір жерге бөлуге көмектеседі. Көбінесе дыхательный техникамен демалғанда, дұрыс демалғанда, ойды дұрыстап, жалпы расслабление, да, жалпы рахаттаны бір демалуға өте жақсы. Және де әрине ол жалпы көп, ең бастысы енді ол қалай айтуға болады енді, концентрация, қан айналымына, жалпы энергия айналымына, тазалауға да көмектеседі. Жалпы өзім мен осындай дыхательный техникаларды таңертең істеймін, енді тұрғанда. Себебі ең жақсы ол ішіңіз бос болу керек. Туалетке барғаннан кейін сол техникаларды жасағанда өте жақсы әсерін көруге болады. Және де кейбір кезде, мысалы, көп жеп қойсаңыз тамақты, демалмай қала. Сол кезде өте терең демалып, осында бір техникалар жасасаңыз, онда асты қорытуға да көмектеседі, өте жақсы. Жалпы пранаяманы біз отырып істейміз.
отырғанда енді техникалар көп, мен айтқандай. Бүгінгі ең бастысы сол дыхание животомды үйренейік, иә. Жалпы бір видео бар, мен онда бір хэштег қойып бірдеме белгілемесем болмайды. Ең бірінші, сіз демалғанда отырыңыз, отырмасаңыз жатыңыз, бірақ отырған дұрыс. Қолыңызды ішке қойыңыз. Және демалғанда өзіңіз ішіңізді диафрагма полностью кеңейгенін сезіңіз. Сосын жай дем шығарыңыз, дем алыңыз және шығарыңыз. То есть сіздің осы жеріңіз, да, этот қалай айтылады бұл жер, ұмытып қалдым. Chest. В общем, осы жеріңіз, да, қозғалмау керек. То есть тек ішіңіз. Бізде көбісі былай. Ол дұрыс емес, да, ол слишком. То есть біз тек біздің ауамыз тек осы жерде. Біз полностью демалып, үлкен максимально, да, и максимально шығарып. Осыны үйреніңіз, да? Осыған көп мән беріп, осыны бірінші үйреніңіз. Осыны үйренгеннен кейін біз пранаяманың 4 процесін білуіміз керек. Біріншісі ол дем алу, екіншісі дем шығару, үшіншісі дем алу, ұстау, төртіншісі дем шығару, ұстау. Сөйлегенде уже дем шығады, то есть сөйлемегенде дем ұстау и шығарғанда дем ұстау, да? То есть 4 бағыты бар, 4 процесс. Соны әртүрлі техникалар әртүрлі қылып қолданады. Өзіңіз білген шығарсыз, өзіңіз байқаған шығарсыз, біздің деміміз көптеген кезде өзгереді, да? Көбінесе ол бір физикалық упражнение, физически бір нәрсе істесеңіз, мысалы, да? Ауырды көтерсеңіз, біресе бір итерсеңіз, жүгірсеңіз, баспалдақпен үстіне немесе тауға шыққанда, да, үстіне шыққанда сразу деміміз өзгереді. Немесе андай болуы мүмкін. Мысалы, давление, да, мысалы, тауға шыққанда, төмен астына түскенде, ол да бір демалуға әсер етеді. Сосын бір эмоционалды біресе бір өзгерістер, переживание, немесе мысалы қатты ренжісеңіз, немесе айқайласаңыз, немесе өте бақытты болғанса, да, осында бір эмоционалды бір көңіл күй өзгергенде біздің деміміз де өзгереді. Және де әрине ол денсаулық проблемалар болған вообще адамдарда, да, бронхит, астма дегендей, осындай бір кездерде өзгереді. Және де біз, мен қазіргі кезде ең көбісі, ол әрине мен физический, да, то есть йога практикада, тренажерный зал, жүгіргенде, осындай кездерде көп мән беремін. Себебі дұрыс демді, дыхательный дем алу техникаларын және спортты екеуін біріктіріп дұрыс жасасаңыз, ол жақсы денсаулыққа салмақты төмендеуіне, арықтауға өте жақсы көмектеседі, да? Жақсы терлейсіз, жалпы өте жақсы бір әсері бар. Сол үшін бүгінгі тақырып осындай, ол енді бізде ең бастапқы, как введение сияқты. Мен қарайын, ол сізге қызық болса, арнайы бір осындай кішкентай видео пранаяма, басқа да техникалар туралы айтып сізге көрсетейін. Бәріңізге рахмет. Бұл тақырып сізге қызық болды, бұл видео сізге қызық және пайдалы болды деп үміттенемін.